Армысыздар, құрметті Ұлытау облыстық телеарнасының көрермендері. Эфирде елдің адамы хабарының Елордадағы түсірілімінің жалғасы. Естеріңізде болса, біз бұл бағдарламаның алғашқы санын, бірінші бөлімін Ұлытау ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері, мемлекет және қоғам қайраткері Серік Тілеубайұлы ағамызбен болған сұхбатпен бастағанбыз. Бүгін сол сұхбаттың жалғасы, яғни екінші бөлімі. Аға, сол сұхбатты әрі қарай жалғастырсақ. Жалғастырсақ. Мынау өткен кейін шегініс жасап жатырмыз ғой, ауданның әлеуметтік, экономикалық жағына бір тоқталдық. Ұлытау даласының терең тарихына тоқталдық. Енді мынау өзі бағдарламаға дайындық барысында сіздің мынау ғұмыр жолыңызбен танысып шыққанмын. Иә. Енді біз алдын ала дайындаламыз ғой. Қандай сұрақтар қойған жөн, қандай бір үлкен қызықты дүниелер бар айтуға болатын деп. Сол жерде мынау 1993 жылы Европаның Франция мемлекетінің Тулуза қаласында үлкен халықаралық көрме өткен екен. Халықаралық. Бұл әңгімені неге қозғап отырмын? Осы көрмеге Қазақстаннан барған, оның ішінде осы Жезқазған облысынан барған делегацияның құрамында өзіңіз де болған екенсіз. Осы көрмеде үлкен жетістікке жеткен екенсіздер. Жалпы осы көрме қалай болды? Сіздер бұл көрмеге қалай бардыңыздар? Жалпы қазақтың салт дәстүрі дегенде не алып бардыңыздар? Осы жөнінде тарқатып өтейікші? Өтейік. Енді оны көрмеге барасын деп 3 ай бұрын айтты маған. Сол жылы 93 жылы февральда бардық біз. Сонда 92-нің аяғында, сол ноябрьдің кезінде ме, сонда айтты. Осылай түсті металл, дүниежүзілік түсті металдар көрмесі, соған комбинат барады. Соған комбинатта жаңағы басшы Юрченко барады онда. Сосын комбинаттың директоры Урум барады. Сосын енді қазақтың, ұлтаудың қазақтың салт дәстүрін көрсететін сіз баруыңыз керек деді. Бұл облыс полкомының жаңа шешім болу керек, облыстың. Сонда содан мен дайындалдым енді. Оған дайындалғанда ауданды дайындадық. Ауданды дайындағанда кигіз үй дайындалдым. Кигіз үй. Енді қазақтың қысы жазы ол кезде қыс кезінде де кигіз үйде отыра берген ғой, мысалы қазақтар. Сол кигіз үйді Францияға апарасыз. Францияға апару керек. Сосын оның ішінде болатын әбзелдерін алу керек. Сосын тағы да басқа дайындықтар болу керек. Сонымен не керек? Бәрін дайындадық. Сосын енді мен анау көркемөнерпаздар дайын ба деп облыстан сөйлестім. Олар дайын. Серік Оспан қазіргі сол қазір Жезқазғанда істеп отыр ғой. Істеп отыр. Сол ол кезде жаңағы әнші домбырамен ән айтады. Сол барады. Сосын тағы бірнеше жаңағы жас қыз жігіттер барады. В общем, 13 адам болады, сол Серікпен 14. Сонда енді мен оларға анау кигіз үйді тігетін адамдар керек. Бәрі білет деді жаңағы. Жақсы. Соныменен не керек? Кигіз үйді сол баратынан 3 күн бұрын машинеге салдырдым. Сонымен кигіз үйді салдырдым. Сосын тағы да енді анау қазақ қонақ жайғалық қой, жаңағы айтып отқан қонақ жайлығымызды көрсету үшін бір жылқыны сойдырып алдырдым. Бір байталды сойдырып, оны салдырдық. Жезқазғанның жылқысын сойдық дейсіздер ғой? Ұлытаудың жылқысын. Ұлытаудың жылқысын сойдырып. Сонымен не керек? Сосын бізде қымызды консервировать ететін біз ол кезде. Сол 91 жылдан бастап қымызды консервировать еткіздік біз. Енді сол жаңа қымызды
ол консерват етеді, ол бар. Сонымен не керек, бәрін дайындатып кеттік. Сосын неменен жаңағы самолетпен барып, содан кейін теңізбен келіп Тулузаға келдік. Үшеуміз сол жаңағы Юрченко, Орумов, мен үшеуміз бір бөлек. Сосын ана группа, ол енді 14 адам бір бөлек. Бұның ішінде тағы да Кигіз үйді немен апардыңыздар сонда? Кигіз үйді не нәрсеге салдыңыз? Автолақ бітті, сол автомашинамен апардық. Сол бүкіл Европадан өтіп барды ғой, сонда Тулузаға барды ғой. Соныменен апарып, енді мұнда Қошант тауыр айтпақшы, Ерлан. Ол облыс полкомның заводел онда. Сосын барып, жаңғылғы түнде түстік. Сосын түнде, енді таңертең уже ашу керек, сағат 10-да ашады. Сосын түнде біз 3-те келдік. 3-те келіп, балалармен ана келсек машина тұр екен. Соны ашып беріп, қолма-қол кигіз үй түсіріп, сосын шаңырақты, жаңағы Серік Оспановқа шаңырақты бақанмен ұстатып қойдым да. Енді ада қыздарға, жігіттерге, давай енді мына керегелерді байлау керек, уқты байлау керек деп жаңағы команда беріп бастым, біреу білмейді жаңағы байғұстардың. Енді амал жоқ, енді сосын өзім араластым да, давай әкел мына, осылай байлайды, тезетіңдер. Соныменен 2 сағатта кигіз үйді зорға құрдық. 2 сағат, 3 сағаттай құрдық. Кигіз үйді құрып, сосын жаңағы ішінде әбзелдерін жасап, бәрін тегіс дайындап, сосын таңертең ана несін прилавкаларын қоятын, ол өзі комбинат қояды, олар бөлек. Ол жігіттерге олар өздері дайындай батыр. Сонымен не керек, таңертең 8-9-ға таяп келдік қойып, сосын жаңағы. Келсек, Юрченко менен Орумов екеуі отыр, кигіз үйде. Біз енді 1 сағаттай жігіттерді демалдырып, балаларды алып келдім ғой мен. Сосын келсек, сосын Юрченко шықты. Еще не готовы деп жаңағы айқайлап. Сосын мен айттым, самое главное, вот Юрта готовы же? Да, это зачем мне твои Средней Азии? Деп жаңағы сөйтіп қалған кезде мен сразу Орумовқа қарадым, Орумов төмен қарады. Осыдан келгенін білдім сразу. Сосын Юрченкоға, а тогда мы национальный вопрос так и оставим на вашей ответственности. Давай соберем, ребята. Давай, берем. Жинаймыз деді? Жинаймыз деп. Тастап. Атып түрегелдім. Бәрі жігіттер атып түрегелді. Это ұлттық намысқа тиіп тұр ғой енді. Средневековье. Содан Юрченко жүгіріп жүр. Кончайте. Такой вопрос разве можно? Сонымен не керек, аяғында қалатын болып, ана жігіттер сосын жарайды енді. Юрченко өзі жалынып атыр ғой, қалдырып. Сосын қалған ана прилавка нелерін әрқайсысы бөлек-бөлек өздері жасады. Сонда 1,5 фирма келген екен. 70-тің үстінде мемлекеттер келген. Тулузаға портовой город қой, жаңағы қала. Крытый, полностью выставка крытый, бәрі жабық. Соның ішінде сосын жаңағы таңертең мынау адамдар қаптап кетті, көбейіп, сағат 10-да ашылады, 9:30 кезінде Юрченко айтты, мен мына жерде сөйлеуге мүмкіндік жоқ, өйткені тура қарсы алдымызда біздің япондықтар, ол анау 10-да 10 нені ұрып тастаған, жаңағы мына телевизиян. Музыканы қойып қойған, сонымен ешкім ештемесі невозможно жаңағы. Сосын мен не берем деп, ана интервью берем деп, Юрченко кетіп қалды, Орумовпен екеуі. Сосын мен қалдым да, сосын сағат сөйткенше 10 болып қалды. Сосын сол кезде
мер города қаланың мері менен жаңағы выставканың директоры екеуі келе жатыр, аралап келе жатыр екен. Олар анау шеттен бастап кірді деді. Арасында 10 минут өткен жоқ, ойбай келіп қалды деді жаңа. Олар сол тездетіп келе жатыр екен. Сосын біздің үйге келген кезде біздің ана прилавкаға қараған жоқ. Сразу үйге келген кезде а что за это самое, мына не деді? Кигіз үйге қызығып. Кигіз үйге қызығып. Кигіз үйдің сосын сыртын ақпен қаптатып, оның сыртына қызыл жаңа қошқар мүйіз оюларды салдырып тастаған бәрін тегіс. Енді ана өте әдемі көрінеді, подсветкамен қарағанда. Сосын екеуін сразу қолына ұстап алдым да, мэр городыменен жаңағы директор. Сендер ол сыртты қойыңдар, іштен көресіңдер қазір. Сосын ішке кірген бетте түнде етті астыртып қойғам. Сразу ыстық етті қойдырып жүріп. Сонымен олар 20 минуттай отырды. Содан келесі күні жаңағы не шықты? Газетке материал шықты. Всемирный выставкада бір жаңағы неге прилавкаға 20 секунд уақыт береді екен. Максимум 20 секунд. Соның орнында 20 минут бір Қазақстанды қарадып жүр. Екі басшы Қазақстанды қарап жүр. Содан олар сонымен кетті. Содан кейін олар тарап кеткен кезде есіктің алдында Юрченко тұр. Мені боқтайды тағы да. Ей, сен неге мені кіргізбедің? Сосын айттым ғой бағана, сіз енді болмайды ғой енді. Бірде тастап кетуге болмайды. Енді кіре алмайсыз деп айтты. Ана охрана алғанда оны итеріп жүр ғой, кіргізбейді ғой ешкімді. Ана оларға мер керек қой. Ненің директор керек. Қалғандарының бәрі сыртта жүрген адамдар деп қайтады. Сонымен не керек? Содан кейін олар сразу орынпен екеуі айтты. Енді біз саған тапсырдық, кеттік біз. Өзің бол, 14 күн. Олар ойлады енді, әйтеуір бірде шығарды. Содан кейін 14 күн жұмыс істедік. Сосын жаңағы концерт анда сыртқа шығып, анда олар развлекать етіп бір жасап жүргенде балаларға серкі домбыра тартқызып, өлең айтқызып, концертін бергіздім. Басқа да жағдайлар бар. Сонымен не керек? 14 күн өткенде, сосын жаңа кімнің адамы келіп тұр, выставканың адамы келіп тұр. Сосын айтады, сіздер бүгін қалыңыздар, сіздерге бірінші орын бердік, соны тойлаймыз бүгін деп. Сосын жарайды, енді онда бүкіл коллективті қалдырдық. Коллективті қалдырып, енді коллектив болғанда сол ғой жаңағы 14 бала, серік бастаған 14 жігіт сол. Соныменен барып, кешке барсақ, 300-дің үстінде қаптаған адам жаңағы бәрін тегіс. Сосын ненің выставканың директор өзі сөз сөйледі. Честь жаңағы вашей победы, біз енді жаңағы мынау француздың керемет жаңағы гитарамен айтатын актері бар екен. Ана балалар, қыз балалар танып тұр. Ой-ой, мынау керемет актер деп жаңағы. Сосын осы жігіт өлең айтады деді. Сосын мен айттым, тұра қалыңыз. Біз Қазақстанның мәдениетін көрсетуге келген елміз. Біздің салтымыз бойынша бірінші қонақ кәде жасалады. Қонақ өлең айту керек. Сіздерге рахмет, ниет көрсетіп жатсыздар. Сіздер екіншіде сіздер бізге қонақта уважение жасайсыздар. Бересіздер. Біз қазір өлең айтуымыз керек. Серік айтты, тапсыра бердім, анау аузын жиып алғанда, директор аузын жиып болған жоқ. Сосын анау домбыраны алып, тарт жүріп, ау деген кезде, ана несі предохранитель үзіп төгеді, тарс еті үзіп кетті. Сосын Серік не істеймін деп, айта беремін, болса да болған. Содан аяғына дейін өлеңді айтып шықты. Одан кейін қарасақ, жаңағы эстрадный артист соғалтымен жоқ, қашып кетті. Ананың дауысын естіген. Солайша бірінші орында алдыңыздар. Бірінші орында. Бұл енді бірінші орында ол
Оказывается, оның артықшылығы неге командаға келесі жылдары одан тұрақты выставкаға шақырып приглашение берді. Бірінші орын и тұрақты приглашение, постоянное посещение выставкаға. Сонымен, оказывается, келесі жылдар, арғы жылдар басқа командалар бара беруге болады екен, біздің Қазақстанның командасы. Иә, енді қазір шыны керек енді бұндай әлемдік деңгейдегі байқауларда Құдайға шүкір қазақтың қанжығасы байланып жүр ғой, бірақ сол заманда сол қиын 90-шы жылдардың тоқырауында Ұлытаудың киіз үйі мен Ұлытаудың жылқысын сойып апарып, сонау Европаның төрінде жүлделі бірінші орынды алу. Бұл енді бүгінгіге келер ұрпаққа таспаға жазылу керек тарихаға. Үлкен жетістік. Енді аға, мынау сіздің мынау мемлекеттік қызметтен бөлек мынау тарих саласында бір адамдай, оның ішінде Ұлытаудың тарихын зерттеген, зерделеген жансыз ғалымдығыңыз бар. Мынау жазушылығыңыз да бар, жоқ емес. Сіздің Ұлытаудың тарих жөнінде жазған өзіміздің Ұлытаудың жазушысы, Ұлытау ауданының, Ұлытау облысының құрметті азаматы бүгінгі Батырбек Мырзабековпен бірлесіп жазған Ұлытау ұлттың ұясы кітабы бар ғой? Бар. Оқыдық бәріміз. Сол кітап жазуға не түрткі болды аға? Одан кейін кітап жазу шаруасына қаншалықты ден қоя алдыңыз? Одан кейін кітап тағы да жазды, мен туралы жазды. Бір кітап, оны қазір берем сіздерге. Сіз өзіңіз жазған, одан кейін жоқ па? Одан кейін жазған мынау мінекей. Мынау біз мәңгілік елміз деген 8 жыл. Қазақ хандығының 8 жылдығына. Былтыр 25-ші жылы, 1225-тен 25-ші жылы ровно 8 жыл болды. Осыны мен газетке шығарта алмай қойдым. Қай жерге берсек те алмайды. Неге алмайды? Енді оны өздері біледі. Саясатқа байланысты ма, білмеймін. Бірақ негізі бұл мінекей 8 жылдық деген мінекей сонда толық көрсетілген. Енді мынау ауданның сол кездегі әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталдық, ауыл шаруашылығына тоқталдық, терең тарихынан да біршама әңгімелер қозғадық. Енді мынау өнер мен мәдениетке қарай ойыссақ аға, жалпы сізді мынау ұлытаулықтардың айтуынша осы өнер мен мәдениеттің де бір адамдай жанашыры болды деп естіп жатамыз, және оның талай куәсі да болып, бір қатар ақпарат беттерінен де бір қатар ұлытаулық зиялы қауым өкілдерінің аузынан да естігеніміз бар. Бұл ретте мынау 1991 жылы Ұлытау ауданының басында алғаш рет республикалық жас ақындар айтысында өткізген екенсіздер. Жүрсін Ерманды арнайы шақыртып Ұлытаудың басына. Айтысқа мен көп қараймын, көп тыңдаймын. Айтыс ол Жүрсін ертерек бастады бұны, жаңағы 85-ші жылдар ма содан бастады Жүрсін. Соның ол кездегі жаңағы ақындардың айтыстарын бәрін естіп жүрміз. Ал кейін жастардан да талант шығып жатты. Вообще өнер жастан, ақыл тастан деген қазақта мақал бар. Сондықтан асыл тастан болса болар, өнер жастан шығады дегенге мен сенем. Сондықтан ол давай енді жастардың өнерін көрейік деп, ол шын болатпенен жаңағы Жүрсінге ой тастатқан мен енді. Соны ауданға жинадым. Қыстың күні как раз боранға жиылды бәрі. Сонда болды ғой, боранда как раз ақындар айтысын өткіздік. Жақсы өтті. Жақсы аға, енді біраз сұхбаттастық, біраз әңгімелестік. Жалпы мынау сіз әкім болған кездегі Ұлытаудың баласынан данасына дейінгі танитыныңыз, олардың мұң-мұқтажын біліп мәселелерін шешетініңіз жайлы мынау атақты жазушы Шерхан Мұртаза да өзінің мақаласында сізді тілге тиек еткен екен. Бұның өзі жалпы сіздің азаматтығыңызға, сіздің қайраткерлігіңізге енді берілген үлкен баға деп білеміз. Жалпы бүгінгі кезеңде осы өзіңіз туған жеріңізбен қаншалықты байланыстасыз, Ұлытаумен қаншалықты хабар алмасып тұрасыз, қаншалықты жиі барып тұрасыз? Осы сұрақпен бағдарламаны түйіндеп қалсақ. Өткен жылға дейін, осы 25 жылға дейін мен 2 күннің бірінде Ұлытауда болып жүрдім, Жезқазғанда, Ұлытауда болып жүрдік.
Енді менің шешілген мәселемнен өзім ойлағанымнан шештіргенім ауданды халықтың қолына беріп кеттім. Бұл енді менің өз міндетім еді. Ауданды дамытып, ауданның өз қолын өз аузына жеткізіп, ауданды жаңа халқын нанға жеткізіп, жылына Ұлытаудың ауданынан 50-55 мың тонна астық қамбаға жаңағы едеватырға жеткізіліп, бірінші, екінші класс, ол кезде сорттап алатын тұғымыз, сортпен. Үшінші, төртінші класс деген жоқ. Үшінші, төртінші класс, ол малға береміз жемге. Сол мал басын көбейттірдік, басқасын көбейттірдік. Соныменен 91 жылдың аяғында, 92 жылдың басында ең бірінші Есенгіде бірінші болып, Қазақстанда бірінші болып, мен ауданды волевой методын тараттырдым халыққа. Қалған ел жұрттар одан кейін 2-3 жылдан кейін алғанда приватизация болған жоқ. Оның қызығын үлкен жоғарыдағы жігіттер көрді біраз. Содан көп адам байып кетті мысалға. Бірақ ол халықтың нанын басқа адамға беруге болмайды. Мен соны өзі әрқайсының өзінің аузына қалдырғаныма Алла тағала осы күнге дейін соған өзім кейде ойлағанда рахаттанып отырмын. Тамаша. Жалпы аға, енді мынау 80-нің биігіне шығып жатырсыз ғой. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, денсаулығыңыз мықты болсын аға. Жалпы мынау өткен өмір жолыңызға қарағанда өкініш бар ма, қуаныш басымырақ па? Және мынау осы еткен еңбегіңіз лайықты дәрежеде еленді деп есептейсіз бе? Сосын мынау ұлытаулықтарға Ұлытаудың басты арнасымен сәлеміңізді жолдап, сонымен бағдарламамызды түйіндейік. Онда өмірге ризамын. Ол адам бір күн бұлай өмір деген өзі бір орында тұрмайтын жағдай. Сондықтан мен уақытында кеткеніме ризамын. Кейінгі мынау жас балаларменен осы қазіргі болған басшылар бұлардың түсініктері сәл басқаша. Мен былай айтқанда өзіңнің шыққан әулетімде, мысалға әулетіммен, қазір енді біраз баршылық әулетім біраз болып қалды. Бәрін өзі қазақшылыққа, өтірік айтпауға, еңбекпен ғана жетілесің, еңбекпен ғана өсесің. Мінекей солай балаларымды тәрбиелеп, қазір мінекей жағы алдерді өз қызметіне шақырып жатыр екен, кетіп қалды енді. Ол айтатын шаруасын айта алмай қалды. Бірақ енді сондықтан мен өкінішім жоқ. Аллаға рахмет. Осындай денсаулық беріп, мені осы немеремнің, енді шөберемнің қызығын көріп отырмын қазір. Шөберелерім билеп жатыр қазір. Қазір мінекей 12-ге келді. Мына Астанада жаңағы Жәнием, Раминам өзінің жоғарғы кластардың ортасында бірінші орын алды, биден. Раминам төмен кластардың арасында бірінші орын алды, биден. Қазақша биден бірінші орын алды. Міне соған қазақша сөйлейді бәрі. Менің шөберелеріме дейін қазір қазақшаға енді Алла тағала мінекей Тоқаевты берді, енді қазақшаға амал жоқ үйретеді қалған халықты. Бұл балалар сол негізінде солай болып тәуі осы мен тәрбиелеп, жетілдіріп қалдырып отырғаныма Аллаға осыған дейін мені сақтап келгеніне үлкен алғысынан басқа ешқандай айтарым жоқ. Тамаша. Енді мына Ұлытау облысының, Ұлытау ауданының халқына, жерлестеріңізге айтар ыстық сәлеміңіз, игі тілегіңіз болса мархабат. Ал енді бұл жөнінде айтатын бір ауыз әңгімем бар. Биыл ауыр жыл болады. Елім, халқым тыңдаңдар. Ауыр жыл болады. Осы бір күн жаңағы егін егетін жағдайға бір күн келсе, сол күні бастап егінді салу керек та, алғал біткен күн аяқтау керек. Биыл шөп шықпай қалып қаупі бар. Көп жерде биыл табиғаттың өзгергені сонша мұздақ болатын жағдай бар. Жазда да мұздақ болады.
ауа райы тегіс қазір өзгеріп кетті. Солтүстік оңтүстікке қарай ауысып кетті. Суық оңтүстікке қарай шығып кетті қазір. Сондықтан мынау оңтүстікте отырған халқымызға жазда 40 градустың үстінде ыстық болып кетеді. Соны ойласып, ана құдықтарыңды ертерек мал шаруашылығында малға ие болсындар ғой. Соларды жақсы қолға алып, көктемде осы мынау су тасқынын жақсы өткізіп, елдің халқы аман сау болғанына мен осы сырттан тілектесіп отырған адаммын. Шындығында сол елге айтарым, еңбек етсеңдер ғана ұтасыңдар жігіттер, еңбек етсеңдер ғана өсесіңдер. Сол еңбекпен ғана адам жетеді. Басқа ешқандай менің көріп білгеніммен осыдан артық ештеме жоқ, еңбектен артық ештеме жоқ. Сондықтан аман болыңдар, бақытты болыңдар, келешекке қатты дайындалыңдар. Мына бүгіннен бастап мына су тасқынын, содан суды ұсақ болатын жағдайын ойлау керек. Енді басқа жағдайын ойлау керек. Елге сол ауызбіршілігі болу керек. Елдің ауызбіршілігі болса, мінекей сол ұйымшылдығы болса, мен соның арқасында ғана келешекте жақсы өмір сүруге мүмкіндіктерің бар. Әлі келешек алда, жастардың келешегі алдында, өнердің иесі жастардың келешегі болашақ алдында. Менің балаларыма қарап таңғаламын. Қазір біреуге барып қиянат жасамайды, өтірік айтпайды. Осы балаларым, немере шөберелерін солай тәрбиелеп отырмын. Соған қарап, енді Алла тағала осылар енді ешкімге қудаламай, бір бәлеге ұрынбай жүріп өмір сүрсе екен деген ойдамын. Еліме сол тілегім сол. Жақсылық. Жақсы. Аманшылық қана болсын. Үлкен рахмет аға. Өзіңізге де әманда тілекшіміз аға. Мынау жасыратыны жоқ, өзіңізбен сұхбаттасарға келерде жас болғандықтан сәл толқығаным бар еді, бірақ жылы шыраймен қарсы алып, үлкен басыңызбен арнайы уақытыңызды бөліп, ағынан жарылып сұхбат бергеніңізге мың алғыс аға. Рахмет айлен. Аман болыңыз. Ұлытаудың рухы қолдап жүрсін әрдайым. Рахмет. Осымен құрметті көрермен, елдің адамы хабарының Серік Тілеубайұлына арналған саны мәреге жетті. Амандықта жүздесуді нәсіп етсін. Серік Тілеубайұлының саналы ғұмыр жолы әлі талай ұрпаққа өнеге болар анық. Хан Орданың етегінде еңбек етіп, бүгінде Елордаға қоныс аударған қайраткер тұлға, бірлігі жарасқан әулеттің мәуелі бәйтерегі. Жұбайы екеуі немерелердің ақылшы ата-әжелері 80-нің биігінен Ұлытау даласына ыстық сәлемдерін жолдады. Ол Ұлытаудың ұлылығына адал қызмет еткен ер. Ол туған жердің түлеуіне үлес қосқан арда азамат. Ол көргені мен түйгені мол қайраткер тұлға. Өйткені ол елдің адамы.